Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгін сіздермен алма джемінен жасалған пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 82% май қажет. Майымызды жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Оған қант пен разрыхитель қосамыз. Бөлек ыдысқа сүт пен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Дайын тұрған құрғақ қоспамызға қосып, қамыры қылып елейміз. Қамырымыз дайын болған соң бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Толықтай демалған қамырымызды алып, кішкентай бөлігін кесіп аламыз. Үлкен бөлігін домалақ етіп жаямыз. Жайып болған соң видеода көрсетілгенде кесіп шығасыздар. Ендігі кезекте қамырдың шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай өріп шығу қажет. Өрілген қамырымызды пергамент қағазына орналастырып, ортасын джеммен толтырамыз. Қамырымыздың кішкентай бөлігін ұзын етіп жайып, кесіп аламыз. Кесілген бөліктермен пирогымыздың бетін әсемдеп шығамыз. Енді бөлек ыдысқа сүт пен жұмыртқамыздың сарысын бірге араластырып, пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Дайын пирогымызды қызып тұрған 200 градус пешке 30 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.